Вавилондық бекініс. Вавилонның ежелгі дуалына апаратын жолды қатал да қарт Банзар батыр күзетіп тұр. Дуалдың үстінде қаланың қайсар әскері жанталаса қорғануда. Мыңдаған тұрғыны бар осы бір ұлы шаһардың одан әрі аман қалуы соларға ғана байланысты болып тұр. Зәулім дуалдың арғы жағындағы шабуылдаған қолдың мыңдаған сарбаздары улап-шулап, аттығының дыбысы толассыз естіледі. Ал қола қақпан атқылаған тас атқыш тарандар да ауық-ауық дүңкілдеуде. Қала көшелерінен жиналған қақпан маңына найзагерлер шоғырланды. Олардың таран соққысына шыдамай, ашылған қақпадан лап қоятын жауға төтеп беруге әзірленген беттері болатын. Олар көп емес еді. Вавилонның негізгі қолы патшамен бірге шығысқа, Элам еліне шабуылға аттанған еді. Олар жоқта қалаға жау шабарын ешкім күтпеген. Сондықтан қалада әскер қолы аз болатын. Сол тұстан Байғалаға Ассирияның тегеурінді қолы дүрсе қоя берді. Енді Вавилонның берік бекінісі ғана орасан шабуылға тойтарыс беруіне тура келуде. Банзардың маңынан өңдері қашып, үрейі ұшқан қала тұрғындары шоғырланып қалыпты. Олар шайқас орнынан жаңалықтар күтуде. Ұрыс орнынан әкелінген жаралылар мен өлгендерді тым-тырыс ғана бағумен тұр. Шайқастың басты бағыты осы қақпаларға бағытталған. Қала бекінісін 3 күн бойы айнала жүріп, дұшпан қолы күтпеген жерден негізгі күштерін қақпаларға қарай жөнелткен еді. Қала қорғаушылар бекініс үстінен жаудың көтергілері мен баспалдақтарына жебені жаудырып, қайнаған май шашуда. Біреулері дуал үстіне шыға қалса, іске найза қосылады. Қарап жатқан дұшпан жоқ. Бекініс қорғанушыларына да жебені қарша боратуда. Банзар тұрған маңнан шайқас алаңы алақандағыда екен. Ол шайқас алаңына да жақын жайғасыпты. Оған шабуыл жөніндегі ақпар да дер кезінде жетуде. Оған қарт саудагер қолы дірілдей жанаса кетті. «Айтшы, айта көрші», деп жалынды ол. «Аналар бекініске өте алмайды ғой. Менің ұлдарым патшаға еріп кеткен. Кемпірім екеумізді қорғайтын ешкім қалмады. Олар менің мүлкімді, барымды тонайды-ау. Ештеңе қалмайтын болды. Қорғануға да, құл болуға да жарамаймыз. Кәріміз ғой, өлетін болдық. Айтшы, аналар өте алмайды ғой, солай ма?» «Сабыр ет, досым», деді сардар. «Вавилонның бекінісі берік. Базарға бар да кемпіріңе айт. Қала бекінісі патшаның қазынасын қорғандай, өздеріңді де мүліктеріңді де қорғайтынын жеткіз. Қабырғаға сүйене жүр, жебе тиіп кетпесін». Саудагер орнына емізулі бала көтерген әйел тұрды. «Сардар, айтыңызшы, бекіністе не болып жатыр? Менен жасырмаңызшы, мен бейшара күйеуімді тыныштандырайын. Жараның кесірінен оның ыстығы көтеріліп жатыр. Бірақ ауық-ауық қалқан мен найзасын сұрауда. Баласы мен екеумізді қорғауға аттанғысы келеді. Оның пікірінше бекіністі бұзған жаудың айбыны жаман болады». «Жүрегіңді бас, айналайын. Вавилонның бекінісі мына балаңды да, өзіңді де, болашақ балаларыңды да қорғайды. Дуал аса биік, әрі мығым. Шабуылға шыққан жауға ысым май құйған біздің жауынгерлердің дауысын естіп тұрған жоқпысың?» «Иә, естіп тұрмын. Бірақ қақпаны соққылаған таран дыбысында естіп тұрмын ғой». «Жұбайыңа бар. Оған бекініс қақпаларының таранға төтеп беретінін айт. Дуал үстіне шыққандарды зымыраған найзалар қағып түсіретінін жеткіз. Абайлап жүр. Үйлердің арасымен қайт». Банзар ауыр қаруланған қосалқы күшті өткізу үшін қапталға ығысты. Қола қалқандары қаңғырлап, олар өткен кезде оған қаршадай қыз жабыса кетті. «Айтшы, сардар, біз аман қаламыз ба? Айналадағы дыбыстан қорқып тұрмын. Қаптаған адамдар қаңсырауда. Маған сонша қорқынышты. Менің апама, кішкентай ініме не болар екен?» Қарт сарбаз көзін сығырайтты да, оның иегін қысып қойды. «Қорықпа, балақан», деп басынан сипады. «Вавилон бекінісі сені де, анаңды да, ініңді де қорғайды. Сол үшін 100 жылдан аса уақыт бұрын ұлы Семирамида тұрғызған мұны. Бұған әлі күнге ешкім басып кірген емес. Кері қайтта, апаң мен ініңе айт. Бекініс берік, қорқатын түгі де жоқ». Тың қосалқы күш дуал үстіне шығып шайқасады да, олардың жаралылары мен өлгендерін кейін алып кететін бірнеше күн бойы қарт Банзар бақылаумен болды.
Оны айнала үрей ұшқан жұрттар толастар болмады. Бәрінің де қоятыны бір сұрақ: бекініс төтеп бере ме? Оның бәріне де оның ардагерге тән мақтанмен айтатыны: Вавилонның бекінісі сендерді қорғайды. 3 апта және 5 күн бойы қаланы соққылау бірде-бір толастамады. Қан сасыған өткілмен қосалқы күш қатары жоғары қарай бірінен соң бірі қанша өтсе, соншама олардың жаралы тобымен өліктерін шығарғанын бақылаған Банзар ернін барған сайын аямастан тістелеп тұрды. Күн өткен сайын бекініс түбінде өлген жаудың өліктері де таудай болып үйіле берді. Оларды түнде ғана жолдастары алып кетіп жерлеп жатты. 4-ші аптаның 5-ші түні ғана айғай-шу сап тыйылды. Жаңа туған айдың сәулесі жазыққа түсіп, шегінген қолдың шаңын көрсетті. Бекініс қорғаушылардың әлемет айқайы айналаны тітіркентті. Оның мәнінен қателесу мүмкін емес еді. Ал айғайды дуал түбіндегі сарбаздар іліп әкетті де, одан әрі жаңғырық іспетті дауыс көшелерді жаңғыртты. Жұрт үйлерінен шығып жатыр. Көшелер халыққа лық толды. Өткен апта бойы ұйлыққан үрей қуанышқа толы айғайға ұласты. Валла тәуханасының мұнара басынан жеңіс оты аспанға шапшыды. Көкке көтерілген көгілдір түтін шаттыққа толы жаңалықты түкпір-түкпірге жеткізуде. Вавилон бекінісі қала қазынасы мен байлығын қол сұғуды аңсап, тұрғындарын құл етуді көксеген қуатты дұшпанға осылайша тойтарыс берді. Вавилон ғасыр сайын гүлдене берді. Өйткені ол толық қорғаныста еді. Басқа жайтты ол өзіне керексінбеген еді. Вавилон бекінісі қорғанысқа деген адамдық қажеттіліктің көрінісі болатын. Ол ниет әркімге де тән. Бүгінде ол өткен замандардан гөрі тіпті күштірек. Бірақ бізде енді сол мақсатқа жарайтын одан да жақсы әрі қуатты саймандар бар. Бүгінде ондай саймандарға сақтандыру компаниялары, жинақ шоттары, нысаналық инвестициялар жатады. Олар бізге кез келген есіктен кіріп келетіндей, тосын апаттан қорғануға жарайды. Лайықты қорғансыз алға басуға болмайды. Вавилондық түйе сатушы. Адам аш болған сайын, оның ойы айқын болып, астың иісі анығырақ шығады. Азмұрдың ұлы Тарқат та солай ойлайды. Біреудің бағында жұлып жеген 2 түйір жаңғақты айтпағанда, нәр татпағалы 2 күн болды. Әлгі бақтан басқа ештеңе жұлып үлгермеді. Қожайынның қабаған иті үйінен жүгіріп шығып, мұны қуа жөнелді. Тіпті көшеге түсіп алып, соңынан базарға дейін қалмады. Оның ащы даусы бұл базар алаңына кіргенде де құлағынан кетпей қойды. Шырыны тамшылаған жемісті себеттен уыста бала қашар еді. Әттең, құлағындағы әлгі иттің шәңкілі болмағанда. Ол бұрын Вавилон базарының сөресінде иісі аңқыған мұншама алуан дәмді астың боларын ойламапты. Базар алаңынан өтті де, керуен сарайға келіп есік алдында біраз сенделіп жүрді. Ол әлде бір танысты кездестіріп, одан ең болмаса жезбақыр сұрап алуды ойлады. Томсырайған азғынды сол ғана күлімсіретіп, дәмханадан бір шығуға итермелер еді. Ақшасыз ол, мұнда шақырылмаған қонақта екенін жақсы білді. Ойға кеткен Тарқат кездейсоқ түрде кездеспеуге тиісті түйе сатушы Табасармен бетпе-бет кезіккенін қарашы. Ол Табасарға қарызын беруге әлде қашан уәде берген. «Ау, Тарқатпысың?» Анау қуанып кетті. «Мен де сені ойлап, бір ай бұрын алған қос жезбақыр мен одан да ертерек қарызға берген күміс бақырды қашан қайтарар екен деп келе жатыр едім. Кездескеніміз жақсы болды. Маған да ақша керігіп тұр еді. Ал не дейсің?» Тарқаттың өңі түнеріп сала берді. Оның аш қарынға сөзі бар Табасармен дауласуға да күші жоқ еді. «Кешіре көр», деп ол күмілжіді. «Бүгін менде сенімен есептесуге жезде күмісте ақша жоқ. Ендіше қайдан болса да тап». Табасар да тап берді. «Саған 2 жезбен бір ғана күміс бақыр табу не тұрады? Қиын кезде қол үшін берген әкеңнің досына». «Таба алмаспын. Менің қыр соңымнан әлде бір сәтсіз тағдыр қалмай қойды». «Сәтсіз тағдыр? Өз қатең үшін жаратқанды кінәлама.
сәтсіз тағдыр қалай қарызды қайтарам дегенде емес, қалай қарыз алуды ғана ойлайтын адамды қуалайды. Қане, жүр менімен. Ас ішкенше күтіп отырасың. Қарным ашты. Әр саған бір хикаяны айтып беруім керек. Табасардың дөрекі турашылдығы теңселтіп кетті. Дегенмен бұл дәмхана табалдырығын аттауға мүмкіндік беретін шақыру еді. Табасар оны түпкі бұрышқа қарай itергіштеді де екеуі кілемше үстіне жайғасты. Оларға жымиыспен жақындаған қауысқар қожайынға Табасар өзіне тән мәнерді. Қане, шөл даланың семіз кесірткісі, маған жақсы қуырылған қойдың саны және көбірек нан мен көкөніс әкел. Аштық қысып барады. Айтпақшы, менің досымды да ұмытпа. Оған бір құмыра салқын су әкел. Бүгін аспан жерге түскендей ысып кетті. Тарқаттың жүрегі түрсілдеп қоя берді. Неліктен? Табасар асаған қой санына қарап су ішумен отырмақ. Бірақ ол ештеңе демеді. Оның басына айтар сөзді келмеген еді. Табасар үнсіздік дегенді тіптен білмейтін болар. Дәмханаға кірген таныстарына сәлем ретінде күлімсірей қол бұлғады да сөзін жалғады. Орфадан қайтқан саяхатшылардан бір бай туралы естідім. Ол өзіне тастан әйнек тілдіруге бұйрық беріпті. Ол үйін жаңбырдан қорғау үшін әлгіні терезесіне салдырыпты. Тас әйнек сырғылт түсті екен. Одан далаға қарап көрген олар басқа түске боялған дүниенің ерекше екенін айтып даурықсады. Бұған не дейсің, Тарқат? Дүниенің басқа түсті болуы мүмкін бе? Бәрі де мүмкін. Бозбаланы Табасар алдына қойылған қуырылған қой саны көп алаңдатты. Мен оған сенемін. Өйткені өзімде өзге түсті дүниені көрдім. Менің саған айтқалы отырған хикаямда, сол менің дүниенің кәдімгі түсін көргенім жайлы болмақ. Табасар бір қызық хикая айтқалы отыр, деп көршілер сыбырласып, төсеніштерін жылжыта бастады. Басқалары да шайнаңдаған ауыздарына тыныштық беріп, доға тәрізді жайғаса қалды. Бәрінің қолдарында да жартылай мүжілген жілік. Жалғыз Тарқат қана ассыз отыр. Табасар қойсан бөлсер емес, тіпті ыдыстан етенге түскен бір тілім нанды да ұсына қоймады. Мен айтқалы отырған хикая, деп бастады Табасар бір кесе кетті шайнаңдап. Менің жас кезіме қатысты. Ол менің қалай түйе сатушы болғаным жайлы. Араларында менің Сирияда құл болғанымды білетіндерің бар ма? Бөлмеші араның ұясындай гуілдеп кетті де, ол Табасарға жағымды әсерін бере түсті. Менің жас кезімде ол қой санынан үлкен бір кесекте қыршып түсті. Әкемнен ер-тұрман жасауды үйрендім. Әкемнің шеберханасында жұмыс істей жүріп, әйелім екеумізді асырадым. Әрі жас, әрі тәжірибесіз болғандықтан, табысым сонша көп болмаса да қарапайым тіршілікке жететін. Жас болғасын, көп нәрсе алғың келіп алаңдайсың. Бірақ мен оған бармадым. Алайда дүкеншілердің менде ақша жоқта маған қарызға қиналмай беретінін байқадым. Жастығым мен тәжірибесіздігімнен, өз табысынан көп ақша жұмсаған адам қайдағы бір апат пен сордың боранын тұрғызатын жел шақыратынын білмеппін. Мен өз құмарыма еріп, табыспен санаспастан, қымбат киіндім. Әйеліме әшекей алуға әуестендім. Әупірімдеп жүріп қарыздан құтылатынмын. Бірақ табысымның бір уақытта тірі кетуге, әрі қарызды қайтаруға жетпейтінін байқадым. Қарызгерлер мен алған қымбат сатық үшін соңымнан қуып жүріп ақысын алатын болды. Өмір сүру күрделене түсті. Мен достарымнан қарыз ала бастадым. Бірақ оны төлеуге әлім келе бермеді. Жағдайым барған сайын ауырлай түсті. Мен Вавилоннан кетіп, өмірге қолайлы басқа қала іздеуді шештім. 2 жыл бойы мен керуен жетекшінің ауыр халін бастан кештім. Онда мен шөл даланы кезіп, қарусыз керуен тонаған қарақшылар тобырымен байланыстым. Мұндай қылықтың абыройлы әкемнің ұлына лайық еместігі белгілі. Бірақ мен ол кезде дүниені тобықтан келетін теңіз суындай сезінетінмін. Өзімнің қаншалықты құлдырғанымды ұқпадым. Біздің алғашқы керуен тонауымыз сәтті болды. Алтынды қазына мен тай-тай жібекті, басқа да тауарларды қолға түсірдік. Олжаны Кенер қаласына апарып, сонда оңды-солды қыдырысқа жұмсадық.
Келесі тонау жұмысы соншалықты олжалы болмады. Керуенге енді ұмтылғанымызда саудагерлер күзетке келіскен жергілікті тайпа бізге бас салып шайқаса кетті. Біздің екі басшымыздың бірін өлтіріп, қалғанымызды Шам қаласына айдап әкелді де, онда барымызды сыпырып алып, өзімізді құлдыққа сатты. Мені 2 күміс бақырға шөлдалық тайпа көсем сатып алды. Шашымды сыпырып тастады да, бұтыма ұлапа болар мата байлады. Сөйтіп, мен кәдімгі құл болдым да шықтым. Қамсыз жас болғасын, мұның бәрі өткінші ғана күлкілі жайттардың бірі болар деп ойладым. Бірақ бір күні қожайын мені 4 әйелінің алдына шығарды да, олардың мені әтек ретінде алуларына болатынын жеткізді. Әтек, еркектің ұрқабы аласталған құл. Өзімнің жағдайымның мүшкілдігін сонда ғана ұқтым. Шөл даланың бұл тайпасы әрі жабайы, әрі аса жауынгер болатын. Не қаруым жоқ, не қашатын титтейді мұрсатым жоқ. Мен енді толығымен солардың билігінде екенмін. Үрейім ұшқан мені 4 әйел, тіпті байқамағансыды. Ал мен олар тарапынан маған кішкентайда аяушылық боларына үміттенерімді де білмедім. Сира бәйбіше басқасынан жасы үлкен еді. Ол маған қарады да, келбетінен ештеңе сездірмеді. Одан әлде бір аяушылық күтудің пайдасы жоқтай көрінді. Келесі әйел тәкаппар келген сұлу екен. Ол маған жиіркенішті құртқа көзі түскендей жиырыла қарады да қойды. Ал 2 жас бике тоқтамастан сықылықтаумен болды. Өзіме деген үкімді күткенше мен шексіз уақыт өткендей сезіндім. Шамасы, әйелдердің әрқайсысы шешімді өзгеге қабылдатуға бейім танытқандай. Ақырында Сира салқын дауыспен сөйлеп кетті. Бізде қортықтар жеткілікті ғой, ал түйе айдаушылар аз. Барының өзі пайдаға жарамайды. Мысалы, мен бүгін ауру шешеме баруым керек. Ал менде түйені сен тапсыратын бірде-бір құл жоқ. Мына құлда түйеге ыңғай бар ма екен, сұрашы. Түйе жөнінде не білесің? Деп сұрады қожайын менен. Мен түйені шөгере аламын, қомдаймын, шаршатпай ұзақ жолға айдаймын. Ауыра қалса түйені емдей аламын. Мына құлдың әңгімесі түзу екен, деп бағалады мені қожайын. Егер, Сира, қажет десең осыны айдаушы етіп ал. Мен осылайша Сираның қарауына өтіп, сол күні оның шалғайдағы ауру шешесіне түйесін айдап бардым. Сәті түскен жағдайды пайдаланып, оған тағдырыма араша түскен үшін ризалығымды білдірдім де, өзімнің тумысымнан құл емес, Вавилондағы беделді шебердің, яғни ерікті адамның ұлы екенімді айттым. Мен өзімнің басымнан кешкен жайтты баяндап едім, оның жауабы мені тұйыққа тіреді. Егер сенің осалдығың осындай жағдайға әкеп соқса, несіне сен ерікті адам болмақсың? Егер адамда құлдың жаны болса, ол солай болып қала бермек. Қалай және кім болып туылғанына қатыссыз. Ойпаң жерді қуалап ағатын су секілді. Егер сенің жаның ерікті адамдікі болса, сен өз қалаңда жүріп ақ тағдырдың қандай тәлкегіне қарамастан, құрметпен абыройға кенелер едің. 1 жылдан аса мен құл бола жүріп, құлдармен бірге тұрғанмен, олардың біріне айнала алмадым. Бір күні Сира менен сұрады. Басқа құлдар топ-тобымен жүргенде, сен неге жападан жалғыз отырсың? Мен сенің айтқан сөзіңді әлі ойланып жүрмін, дедім мен. Менің жаным құлдық емес екен. Олармен бірге отыра алмаймын. Сондықтан жалғызсырап отырмын. Маған да жалғызсырауға тура келеді, деді ол. Менің жасауым орасан мол болды. Қожайын сол себепті маған үйленген. Бірақ ол маған ғашық болған емес. Алайда әрбір әйелде өзін сүюді қалайды ғой. Сол себепті мен бедеу болдым, ұрпақсызбын. Ұлым да, қызым да жоқ. Үйде жалғыз отыруға содан да мәжбүрмін. Егер мен еркек болсам, құлдықтан гөрі өзіме өлімді лайық санар едім. Бірақ тайпамыздың дәстүрі әйелдерді амалсыз күн қылуға итермелейді. Бұл жолы мен туралы не ойлайсың? Деп сұрадым. Мендегі рух кімге лайық? Ерікті адамға ма, әлде құлға ма? Сен Вавилондағы қарызыңды өтегің келе ме? Деп сұрады әуелі ол. Иә, мені сол ой мазалап жүр. Бірақ оған мүмкіндік жоқ қой. Егер бірнеше жыл өтіп,
Ал сен оған талпынбасаң, онда сенің жаның құлға тән болғаны. Ер адам өзінің абыройын ойлауы керек. Ал қарызды өтемейтін адамда абырой қала ма? Менің қолымнан не келеді? Сирияда құлдықта жүрген жоқпын ба? Ендеше Сирияда құл болып қала бер. Осал неме? Мен осал емеспін, деп қыз баланы ақталдым. Онда дәлелде. Қалайша? Сенің патшаң кез келген жаумен қандай тәсіл болса да күреспей ме? Ал сенің дұшпаның ол сенің қарызың. Сені Вавилоннан солғуды емес пе? Демек, оның сенен мықты болғаны. Егер сен ерлерге тән қайсарлықпен онымен күрескеніңде, оны тізе бүктіріп, жерлестерің алдындағы абыройың артқан болар еді. Содан кейін мен бұл күнәлауды ойымнан шығара алмай басым қатты. Ойша оған қарсы дауласып, жанымның құлға тән еместігін айтып, өзімді ақтаумен болдым. Бірақ оның бәрін Сираның көзіне тура айтуға дәрменім болмады. 3 күннен соң оның күтуші қызы мені бәйбішеге шақырып келді. Анам тағы сырқаттанып қалды. Келенің ішінен ең жақсы 2 түйені тез қомды. Меске толтыра су мен ұзақ жолға азық ал. Қызметші қыз саған бәрін тауып береді. Мен жалмажан түйелерді қомдадым да, бірақ қызметші қыздың жол азықты сонша мол бергеніне қайран қалдым. Өйткені бәйбішенің анасы бар болғаны 1 күндік жерде тұратын. Қызметші артық түйеге отырды да, мен бәйбіше жайғасқан алдыңғы түйені жетекке алып, жаяу жүрдім. Біз бәйбішенің анасының үйіне келгенімізде қас қарайған еді. Сейра қызметшіні үйге жіберді де, менен мынаны сұрады. Дабасар, сендегі жан ерікті адамдікі ме, құлдікі ме? Еріктінікі дедім. Ендеше, соны дәлелдейтін, сенде мүмкіндік бар. Сенің қожайының шарапқа масайды, ал оның қызметшілері жалқау. Мына түйелерді мінде жолға түс. Мына қоржында қожайынның киімі бар. Соны киерсің. Мен сені түйелерді мініп қашып кетті дермін. Сенде патшайымның рухы бар екен, дедім мен оған. Мен сенің бақытты болуыңды тілеймін. Айдаладағы жат елдегі бөгде біреуге қашып барған әйелде қандай бақыт болушы еді, деді ол. Өз жолыңа түс. Шөл даланың пірлері саған жар болсын. Өйткені жол ұзақ. Бұл далада қорек те, суда жоқ екенін жақсы білесің. Мені сонша азғырудың керегі де шамалы еді. Мен бәйбішеге шын жүректен алғысымды айтып, түн қойнауына сүңгіп кеттім. Ол ел маған сонша жат еді. Сондықтан Вавилонның қай бағытта екенінен де хабарым болмады. Соған қарамастан шөл даланың сайын құмын батыл кешіп, алға жүре бердім. Түйенің бірін жетектеп, біріне мініп алдым. Қожайынның мүлкін ұрлап қашқан құлдың алда күткен тағдыры қандай боларын ойлаумен, түні бойы және келесі күні тоқтамастан жүре бердім. Келесі күні кешке қарай беймәлім қыратта елсе жерге тап болдым. Түйелердің табандарын қырлы да қиыршықтас жаралап болды. Менің алға басуым мұң бола бастады. Адамды да, аңды да кезіктіру мүмкін болмады. Мұнадай ат байласа тұрғысы жарамсыз жерде кім болсын? Мұндай қатерлі қашқын сапарға шығып, ілуде біреу ғана шыдауы мүмкін. Күннен күнге алға ілбумен жүрдім. Азықта суда таусылды. Күн тас төбеден күйдірумен болды. 9-шы күні мен түйеден сыпырылып түстім де, оған қайта мінуге күшім жоғын білдім. Енді шөл далада ажал күтуден басқа амал жоқ еді. Жерде жатқан күйі ұйықтап кетіппін. Мені таң ата шыққан күн сәулесі оятты. Сүйретіле тұрдым да жан жағыма көз салдым. Таңғы ауа қоңыр салқын әрі аздап сыз сезіледі. Түйелерім менен ұзамастан шөккен күйі жай барақат күйіс қайырып жатыр. Айналаны тас аралас құм басыпты. Кей жерлерде тікенді шөп өсіп тұр. Судың иісі де сезілмейді. Адамға да, түйеге де жарайтын қорек болсайшы. Осындай бетпақ шөл далада ғұмырымның біткені ме? Менің есім мұндай айқын ойлы болмаған шығар. Ал денем мен үшін маңызсыз секілденді. Жырылған, әрі қанаған ерінде, құрғап, ісінген тілде, ашқарында ешқандай мән қалмады. Алысқа көз салып, өзімнен өзім тағы сұрадым.
Мендегі жан кімге тән? Құлға ма, ерікті адамға ма? Дереу басыма айқын ой келді. Егер менде құлға тән жан болса, мен осы мүшкілдікке беріліп, мына шөл далада арам қатуым керек. Ол қашқын құлға лайық ажал болар еді. Ал егер мен тумысымнан ерікті болсам, Вавилонды қалайда тауып, маған қарызын сеніп тапсырған адамға берешегімді қайтарып, сүйікті жарым мен туыстарыма аман есен қайта оралуым керек. Сенің дұшпаның, ол сенің қарызың. Сені Вавилоннан солғуды емес пе, деп еді Сира. Сонысы рас екен. Мен неге ер адамға лайық қорғанбадым? Мен неге әйелімнің төркініне кетуіне жол бердім? Осы кезде таңғаларлық жайт болды. Дүниенің түсі өзгеріп кеткендей. Әлде бір түрлі түсті әйнек арқылы қарап келіп, соны көзімнен алып тастағандай, көз алдым айқындалып кетті. Өмірдің нағыз мәніне енді көзім жеткендей. Шөл далада ажалды қарсы алсам ба? Жоға, не істеу керегім есіме сап етті. Әуелі Вавилонға жетуім керек. Қарыздар әр адамға жолығып, оларға ұзақ жылғы қаңғу мен қорлықтан кейін қарызын қайтаратынымды жеткізуім қажет. Сосын бала-шағама үй салуым керек те, ата-анама мақтан болардай қаланың абыройлы тұрғыны болуға ұмтылу керек. Мен өлермендікпен түрегелдім. Аштыққа да, шөлге де назар аудармадым. Олар менің Вавилонға жету жолымда аяғымнан кері тарта алмады. Менің бойымдағы жандымның ерік жігері өзіме тән дұшпандарыммен қарсыласа отырып, достарымды қайтаруға шайқасып бақты. Қырылдаған даусымнан ерікті адамға тән қауқарлы дауысты естіген түйелерімнің тұманданған көздерінде жарқылы пайда болды. Шөккен түйелерім бірнеше рет ұмтылыстан соң түрегеліп, бойларын тіктеді де, менің ішкі түйсігімнің бағыттауымен Вавилонның сол тұста екендігіне сенімді түрде қарыштап қадам басты. Біз суға тап болдық. Келген жеріміз барынша құнарлы да, өсімдік пен жеміске толы маңай екен. Вавилонға барар жолды да осы арадан таптық. Өйткені ерікті жан өмірді проблемалардың кезуі деп ұғып, оны шешумен шұғылданады. Ал құл рухты жан бар болғаны, құл болғасын қолымнан не келсін, деп зарлаумен жүріп, қауқарсыздығын әйгілей береді екен. Ал, Тарқат, сен не ойлайсың? Аш қарынға ойлану адамға оңай ма? Өзіңді өзің құрметтеуге түсірер жол іздегің келмей ме? Дүниенің нағыз түсін айыра аласың ба? Қарыздарыңмен әділетті түрде есеп айырысуға және Вавилондағы абыройлы адамға айналуға құлқың бар ма? Бозбаланың жанарына жас үйірілді. Сен маған жаңа өмір үлгісін көз алдыма келдің. Енді мен өзімді ерікті жанға лайық сезіне бастадым. Сонымен, Табасар, Вавилонға келгесін не істедің? Деп сұрады тыңдаушылардың бірі. Мақсат болса, оған жетер жолда болады екен, деп жауап берді ол. Біріншіден, мен қарыз берушілерімді аралап, қарыз қайтаруға мұрсат боларлық белгілі бір мерзімді сұрадым. Көпшілігі мені жайдары қарсы алды. Әрине, мені балағаттағандар да болды. Бірақ көбі маған қол ұшын беруге әзір еді. Олардың бірі мен зәру болған басты нәрсеге көмектесті. Ол өсімгер Матон еді. Менің Бағдатта түйе айдағанымды естіген ол. Сол кездегі патшаның шыққан жарлығына сәйкес әскери жорыққа қажет мықты да сау түйелер әкелуге саудагер қарт Небатырға аттандырды. Менің түйе жөніндегі білігім дер кезінде пайдаға жарады. Көп ұзамай мен соңғы жезбақырға дейін қалдырмастан қарызымды өтедім. Осыдан соң ғана мен еңсемді көтеріп, беделді адамдар санатына абыроймен оралдым. Табасар асқа тағы да бас қойды. Қауысқор, оңбаған жылан екенсің, деп айғайлап аспазды шақырды. Етің суып қалды. Тура қазаннан тағы да ыстығын алып кел. Менің досымның ұлы Тарқатқа да ет әкел. Ол да аш. Менімен тамақтас болсын. Ежелгі Вавилонның түйе саудагері Табасардың хикаясы осылай тамамдалды. Ол өзіне дейінгі данышпандар білген әрі іске жаратқан бір ғана ақиқатты осылай ұғып, өз жанын жаңғыртқан болатын. Бұл ақиқат талай замандарда қиындық жолағынан құтқарып, адамдар ол ақиқаттың сиқырлы күшін ұққанша солай бола бермек. Мақсат болса, оған жетер жолда бар. Вавилондық саз бітіктер.
Ноттингемдік университет. Ньюарк на Тренте, Ноттингем. 21 қазан 1934 жыл. Британдық ғылыми зерттеу экспедициясы жетекшісіне профессор Франклин Колдвеллге Хилла, Месопотамия. Сіздің Вавилон қирандысын соңғы қазу кезінде табылған 5 сазбітік хатыңызбен бірге бір кемемен келіп жеттік. Бұл жазбаларды бірнеше сағаттар бойы тәржімелей отырып, шексіз қуаныш ләззатын таптым. Хатыңызды алған бойда жауап жазуым керек еді. Бірақ аударманы бітіріп, оны жауапқа қоса жіберуді шештім. Сазбітіктер сіз жасаған шираның арқасында керемет қаптамамен бүлінбестен жетіпті. Онда жазылған хикаялар біздің зертхана қызметкерлері секілді сізді де қайран қалдырары сөзсіз. Көпшілік жұрт сазға түскен тұманды өткен шағымызды арабтың дері секілді аңғал сезіммен қым-ғұбыт хикаядан тұрар деп күткені рас. Алайда оның орнына Табасар есімді кісінің қарызы турасындағы мәселесін алға жайып салғанда, біз күткенімізде емес, бұл дүниеде соңғы 5000 жыл бойы жағдай соншалықты өзгеріске ұшырамағанына көзіміз жетті. Таңғаларлығы сол, тәлімгерлер айтатындай, бұл ежелгі жазбалар мені мықтап, баурап кетті. Университет профессоры бола жүріп, мен өзімді көптеген салалары бойынша ілімді игерген, ойшыл, дарагөй ретінде көрсетуім керек еді. Алайда, Вавилон үйіндісінің шаңы басқан әлдекім, мен бұрын естіп көрмеген, қарызды қайтаруды, әмиянға сыңғырлаған бақыр толтырумен қатар атқару тәсілін ұсынады. Ежелгі Вавилонның кезіндегідей, бүгіндері бұл тәсіл дәл солайша тиімді болар ма екен? Келіншегім екеуміз барынша мүдделі өз жағдайымызды біршама түзеп алуға тәсіл етуді жоспарлап отырмыз. Сіздің бағалы бастамаңызға тілектеспін, әрі көмектесуге де әзірмін. Шын жүректен, Альфред Шрусбери, археология бөлімшесі. Бірінші сазбітік. Қазір толған ай кезі. Мен жорда ғана Бағдаттағы құлдықтан оралған Табасар. Аса көп қарызымды өтеу үшін, әрі ауқатты адам болу үшін Вавилон атты туған қаламда, абыройлы ғұмыр кешу жолында менің іс-әрекетіме және мәнді мақсаттарымның орындалуына оң әсері болу үшін осы сазпараққа өз ісімнің жайын жазып отырмын. Қайырымды досым, Өсімгер Матонның даналық кеңесі бойынша өзімді орасан көп қарыздан ауқатты тірлік деңгейіне шығаратын әрі абыройлы адамдардың құрметіне бөленуге, жол ашатын нақты жоспарға сүйенуге бет бұрдым. Бұл жоспар өзім ұстанатын әрі нәтижесіне үміттенетін 3 мақсаттан тұрады. Біріншіден, жоспар менің болашақ игілігіме негіз қалайды. Ол үшін әр табысымның 1/10 бөлігін жинаймын, әрі оны сақтаймын. Кемеңгер Матон маған былай деген: жұмсамастан әмиянына алтын мен күмісті сақтайтын адам әулетіне игілік жасақтайды және патшаға адал қызмет етеді. Әмиянанда санаулы ғана жез бақыры бар адам өз әулетіне де, патшаға да енжар қарайды. Әмияны бос адам зұлым жүрегімен өз әулетіне зиян келтіреді, ал патшаны сатып кетеді. Сондықтан бірдеңеге қол жеткізуге ниеті бар адам әмиянында сыңғырлаған бақыры, ал жүрегінде әулетіне деген іңкәрлік пен патшаға деген адалдығы болу керек. Екіншіден, жоспар маған төркінінен оралған адал жарымды қолдауға да лайықты киіндіруге нұсқау етеді. Әйтпесе, Матонның айтқаны бар: адал әйелге лайық қамқорлық еркектің жүрегінде өзіне деген құрметтен туғызып, оған қуат беріп, оның әрекетіне мақсат айқындатады. Сондықтан, өз табысымның 7 бөлігін жанұямның қажетіне, киім-кешек пен азыққа, сондай-ақ аз бөлігін өміріміздің ләззаты мен қуанышына жұмсаймын. Бірақ бұл пайдалы шығындарды табыстың 7-ден артпайтынын мұқият қадағалаймын. Жоспардың сәттілігі де сонда болмақ. Мен бөлінген қаржыға ғана тірлік етіп, қаржы жетпейтін ешбір нәрсе сатып алмауым керек. Екінші сазбітік. Үшіншіден, жоспар бойынша табысымнан қарызды қайтарып отыруым қажет.
Сол себепті ай толысқанда табысымның 2 бөлігін маған сен қарыз бергендерге әділ түрде бөліп отыруым керек. Осылайша белгілі бір уақыттан соң қарызымның бәрі қайтарылады. Сол үшін осы саспараққа қарыз адамдармен оларға берешек сомаларымды жазып отырмын. Фар тоқымашыға 2 күміс пен 6 жезбақыр. Ақпар досыма 3 күміс пен 1 жезбақыр. Заңқар досыма 4 күміс пен 7 жезбақыр. Асқамыр досыма 1 күміс пен 3 жезбақыр. Қарынсар зергерге 6 күміс пен 2 жезбақыр. Әкемнің досы Диярбекерге 4 күміс пен 1 жезбақыр. Үй жалдаушы Алқахатқа 14 күміс, Матон Өсімгерге 9 күміс, Біретчік шаруаға 1 күміс пен 7 жезбақыр. Одан әрі сазбітік бүлініп, айыра оқуға мүмкіндік қалмаған. 3-ші сазбітік. Бұл кісілерге бәрін қосқанда 119 күміс, 141 жезбақыр қарызбын. Бұларды қайтару мүмкіндігім болмағандықтан, өзімнің аңғырттығымның кесірінен, әйелімді төркініне жіберіп, ал өзім туған қаламнан безіп, өгей өлкеге жеңіл байлық іздеуге аттандым. Бірақ ол сапардан масқараға ұшырап, абыройымды айрандай төккен құлдыққа сатылдым. Матон маған табыстан бөлінген ұсақ үлестермен қарызымды өтеу жолын көрсеткесін ғана, мен өз ақымақтығымнан қашып құтылуға, тыраштанған ақылсыздығыма көз жеткіздім. Сондықтан мен өзімнің қарызгерлерімді аралап шығып, оларға өзімнің қорымның жоқтығын және қарызды бірден өтей алмайтынымды айтып, өз табысымның 2 бөлігін әділ түрде бөліп отыратынымды жеткіздім. Осы ғана қолымнан келді. Сондықтан оларда мен өзімнің міндетімді толық орындағанша шыдамдылықпен күтулеріне тура келеді. Досым санайтын Ақпар мені аузына келген былапыт сөздермен балағаттап, дымымды қалдырмады. Ал мен кірерге тесік таппастан ұнжырғам түсіп кеттім. Біретчік шаруа өзінің аса мүдделі жағдайын айтып, бірінші есептесуімді сұрады. Үй жалдаушы Алқахат менің жоспарыммен келіспейтінін айтып, тез арада қарызды өтемесем, маған қорлық көрсететінін білдіріп, қоқан-лоққы жасады. Қалғандары жоспарыммен қуана келісті. Сондықтан мен бұрынғыдан бетер қарызымды қайтаруға мүдделімін. Одан бұрынғыдай қашқаннан гөрі. Тіпті қарызгерлерімнің барлық талабын атқармағанның өзінде, оларға мен әділ түрде берешекті төлеп отырамын. 4-ші сазбітік. Бүгін түнгі аспанда тағы да толған ай. Мен барымды салып еңбек еттім. Әйелім қарызымнан құтылу жоспарымды барынша қолдады. Сөйтіп, ниет біріккен шешіміміз арқасында не батыр үшін дені сау, мықты түйелер сатып әкеліп, соңғы айда 19 күміс бақыр таптым. Оларды жоспар бойынша жүктедім. 1 бөлігін өзіме деп алып қойдым. 7 бөлігін әйелім екеуміз ақылдаса келе тірлік қамына жұмсайтын болдық. 2 бөлікті жезбақырдың жеткенінше қарызгерлеріме әділ бөлдім. Ақмарды кездестіре алмадым. Бірақ ақшаны әйеліне қалдырып кеттім. Біретчік шаруаның риза болғаны сондай, қолымды сүйуге барды. Тек қана қарт Алқахат томсырайған күйі қалған қарызды тезірек қайтаруымды қадап айтты. Оған мен аш болмасам әрі шығын жұмсайтын басқа жайт кезікпесе, тезірек қарыздан құтылатынымды жеткіздім. Қалғандары алғыс білдіріп, ісімнен береке табуымды тілек етті. Жаңа ай туғанша менің қарызымнан қалғаны 4 күміс бақырға жуықтады. Бұған қоса ешкімде сұрауға қақысы жоқ, менде 2 күміс бақыр бар еді. Менің кеудем көп уақыт бойы басқан салмақтан арылып, еңсем көтеріле бастады. Міне, тағы да ай толды. Мен барымды салып еңбектендім, бірақ табысым соншалықты емес. Мен аз ғана түйе сатып, бар болғаны 11 күміс бақыр таптым. Сонда да әйелім екеуміз өз әдемізде тұрып, жаңа киім алудан бас тартып, көкөністі де азайттық. Табыстың 1 бөлігін бәрібір алып қойып, 7-ні күнделікті шығынға жеткіздік. Қарыздың аз бөлігін қайтарсам да, Ақпардың маған риза болған кейпін көріп, қайран қалдым. Біретчікте мәз болды. Алқахат болса, маған дүрсе қоя берді. Бірақ мен оған алғысы келмесе, ақшаны кері қайтаруды ұсынғанда, ол тына қойды. Ал қалғандары әр кездегідей риза.
Бүгінде аспанда толған ай қалқып жүр. Ал мен қуаныштан ұшып жүргендеймін. Маған керемет түйелер келесін сатып алудың сәті түсіп, менің табысым 42 күміс бақыры болды. Бұл айда әйелім екеуміз зәру болған шапаты мен киімге қол жеткіздік. Сонымен бірге бұл ай қорегімізге мал мен құс етін бұйыртты. 8-ден аса күміс бақыр қарыз төлеуге кетті. Бұл жолы тіпті алқақатты қабағын шытпады. Жоспарымыз сондай берекелі болды. Өйткені ол біздің жанұяны қарыз зынданынан тартып шығаруда, әрі қолымызға ақша қорландыруда. Бұл саспараққа соңғы рет жазғалы 3 рет толы ай мерзім өтті. Әрбір ай сайын мен өзіме табыстың 10-нан 1-ін қалдырып отырдым. Әр жолы әйеліміз екеумізге қандай қиын болса да табыстың 10-нан 7 бөлігі ғана жұмсалды. Және әрбір жолы мен 10-нан 2 табысты қарызгерлерге тапсырып отырдым. Қазір әмиянымда 21 күміс бақыр сыңғырлайды. Және мұның бәрі менің меншігімде. Енді мен еңсемді тіктеп жүріп, жолдастарыммен жарқын жүзбен, мақтан сезіммен кездесетін болдым. Әйелім болса, үй тұрмысына пысық болып алды. Әрі сәнді киіне бастады. Онымен өзімді бақытты сезініп жүрмін. Жоспарымыз сөз жетпестей құнды екен. Өйткені бұрынғы құлды абыройлы жігітке айналдырған сол емес пе? Тағы да түнгі аспанның сәнін толған ай келтірді. Соңғы жазбаны түсіргелі көп уақыт өткенін есіме алдым. Содан бері 12 ай өтіпті. Бірақ бұл жолы мен сазбараққа ештеңе жазбаймын. Себебі бүгін мен барлық қарыздан құтылдым. Бұл күні Зайыбым екеуміз үлкен той жасадық. Өйткені көптен күткенімізге жеттік қой. Қарызгерлерді соңғы рет аралап шыққалы талай жайттар болды ғой. Бәрі де жадыңда қалмайды. Ақбар досым өзінің дөрекі қылығы үшін менен кешірім сұрап, мен ең жақын әрі нағыз дос екенімді мойындады. Алқахат қарт болса, сонша жаман кісі емес болып шықты. Ол да маған, сен бір кезде әркім езгілеп, ойына келген бейне илейтін, бір өз саз болатынсың. Енді сен найзаның ұшыда сызат қалдыра алмайтын, кесек қолақ айналыпсың. Егер саған күміс не алтын бақыр керек болып қалса, менен кез келген уақытта келіп ала аласың, деді. Мені құрметтейтін ол ғана емес екен. Менімен көптеген адамдар сыйласа әңгімелесетін болды. Әйелім маған қарағанда жанар оттай жанып кетеді де, ал менің өзіме деген сенімім онан сайын арта түседі. Бірақ мәселе менде емес, маған сәттілік әперген жоспарда ғой. Ол маған барлық қарыздан құтылуға жол ашты. Ал әмияныма сыңғырлаған алтын мен күміс толтырды. Бұл жоспарды өмірден өзінің мол сыбағасын алғысы келетін әркімге де ұсынар едім. Ол бұрынғы құлға өз қарызын төлеуге мүмкіндік берсе, және байлыққа қол жеткізсе, онда ол кез келгенге де басы байлы болуға жәрдемдеседі. Алайда мен бұл жоспарды бітірген жоқпын. Өйткені оның мені бай адамдар санатына қосарына сенемін. Ноттингемдік университет, Ньюарк, Тренте, Ноттингем, 1936 жыл. Британдық ғылыми зерттеу экспедиция жетекшісіне, профессор Франклин Колдвеллге, Хилла, Месопотамия. Құрметті профессорым, Вавилон үйіндісін одан әрі қазу кезінде сіз осы қаланың табасаратты түйе саудагерінің рухымен кездессеңіз, маған бір жайға көмек етіңізші. Бірнеше мың жыл бұрын оның сазбарақтарға қалдырған хаты үшін оған біздің Англиядағы университеттің бірнеше қызметкері атынан мәңгілік алғысымызды жеткізерсіз. Менің сізге 1 жыл бұрын жазған хатым есіңізде болар. Әйелім екеуміз оның сол жоспарын қолға алып, біршама қарыздан құтылып, еңсемізді түзеуді ойластырудамыз. Мен мұны достарымыздан жасырып келсем де, сізден жасыра алмаймын. Әрі өзіңіз біздің қаржылық жағдайымызды білесіз ғой. Жылдар бойы жиналған қарызымыз берекемізді кетіріп, еңсемізді көтертпей келеді. Тіпті өзіме деген сенімім азайды. Сатушылардың бірі дауыс шығарып, университеттен қуыламын ба деген үрей бойды билей бастады. Біз үнемдеген әрі шиллингті төлесек те жағдай жақсарар емес. Оған қоса күнделікті тірлікке де қаржы жеткізе алмай, қарызға белшемізден батудамыз. Жағдайымызды құлдыратқан қайдағы бір қарғыс шеңберінен шыға алмай жатырмыз. Онымен күрестің мәні болмауда. Арзан үй жалдауға да шамамыз жоқ.
Өйткені қазіргі қожайынға берешегімізден шыға алмаудамыз. Жағдайымызды жақсартатындай үміт отын көре алмай отырғанымыз қынжылтады. Осы арада сіздің танысыңыз Вавилондағы ежелгі түйе саудагерінің өз жоспарымен жолға кеткені. Ол біздің жанымызды қозғап, тыныш таптыратын емес. Оның жүйесін қолданып көргелі тәуекел еттік. Қарызымыздың тізімін жасап, барлық қарызгерлерді аралап шықтым. Бұрынғыдай қарыз төлеудің мүмкін еместігін жеткіздім. Олар барлық есеп-қисабымды қарап, амалсыз келісті. Оларға қарыз төлеудің барынша тиімді жолы табысымның 20%-ын ғана сәйкес түрде бөліп беру екенін айттым. Бұл жоспар бәрімен де 2 жылдан сәл аса уақытта есептесіп болатынымды қамтиды. Бұған қоса, олардан қай сатықты да несиеге емес, тек қана қолма-қол ақшаға ғана сатып алатын болдық. Сатушылардың бәрі де қайырымды жандар екен. Біздің азық сатушы қартымыз ақылды кісі екен. Өз ойын былай білдіргенде өзгесі бірден ұқты. Егер сендер бар сатықты ақшаға алатын болсаңдар, әрі қарызды қоса төлеп отырсаңдар, бұл бұрынғы жағдайдан әлде қайда артық қой. Өйткені қарыздарың соңғы 3 жылда мүлдем кемімеген. Ақырында, барлық қарызгерлермен табысымның 20%-ын бөліп тұрақты төлеу кезінде, олардың мені мазаламауларына жазбаша келісудің сәті түсті. Сосын табыстың 70%-на қалай күн көруді ойластырдық. Оның үстіне 10%-ы өзімізге жинауды да қолға алдық. Бұл шынында да тартымды әрекет екен. Бізге есеп-қисаппен айналысуды ұнады. Тіпті 70%-бен күн көруге де болады екен. Біз тұрғынжай жалақысын төлеуден бастап едік. Қожайын бізге біршама жеңілдік жасады. Сосын жоғарғы шай сұрыпынан бас тарттықты, арзан ақшаға да керемет азық алуға болатынына көз жеткіздік. Хатқа жазуға бұл хикая сонша ұзақ. Дегенмен, аталмыш жоспарды жүзеге асыру соншалықты күрделі іс емес екен. Біз оны қолға алып, өзімізге өзіміз риза болудамыз. Ісіміздің оңға басып, бізді бұрынғы қарызымыздың қырсоңымыздан қалмай. Өкшелеуде сап басылғандықтан, қандай жеңілдік тапқанымызды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Жинаққа айналдырған табысымыздың 10%-ы турасында ерекше тоқталған жөн. Иә, жинағымыз біршама уақыт бойы молайды. Бірақ алдын ала күлмей тұра тұрыңыз. Ақшаны жұмсағаннан гөрі оны жинау ләззаты керемет екен. Оны қайта-қайта санаудың өзі жан семіртер қызық. Сыңғырлаған ақша дыбысымен жанымызды рахатқа бөлеген соң, біз оған барынша тиімді қолданым таптық. Іздеп, бізге ай сайын сол 10%-ды тауып беретін салым түріне кезіктік. Бұл жайт біздің шаймашуақ өмірге оралуымыздың сәтті мезеті болып шықты. Салымымыз тұрақты түрде өсетінін білгендіктен, қазір біз айтып жеткізбес қорғаныс сезімін бастан кешудеміз. Дәріс беру маусымын аяқтағанымда, біздің қолымызда ғұмырға жетерлік дөңгеленген сома құралмақ. Мұның бәрі бұрынғы табыс мөлшерінен құралып отырған қаржы. Бұған сенуге болмас, бірақ шындығымыз осы. Біздің қарызымыз тұрақты түрде төленуде. Ал жинағымыз сонымен бірге жарыса молаюда. Оның үстіне біздің қаржылық ахуалымыз айтарлықтай өзгерді. Ақыры, біз тірліктің ағынымен малтығаннан қаражат жоспарымен өмір сүрудің арасында орасан айырма барын ұқтық. Келесі жылы бар қарызымыздан құтылған кезде біздің салымыз еселене түсіп, тіпті саяхатқа да артылады. Біз енді бұдан былай күнделікті шығынымызды табыстың 70%-нан арттырмауды шегелеп тұрып шештік. Бізді жербетілік тозақтан жоспары құтқарған ежелгі Вавилондық кісіге ерекше алғысымызды білдіру ниетімізді енді түсінген боларсыз. Ол мұның бәрін біліпті. Ол осы жайтты өзі де кешкен болды. Және де өзінің осы бір ащы тәжірибесін өзгелердің де тұтынуын қалаған екен. Сол себепті де ол ұзақ уақытын иленген сазды жазбалы параққа айналдыру машақатына жұмсапты. Оның тағдырлас бауырларына айтары шынында да бар болып шықты. Және де ол қалдырған мәліметтің маңызы сол, тіпті 5000 жыл өткесінде саз параққа жазба түскен күндегідей өзекті болып қалуда. Шын жүректен,
Сіздің Альфред Шрусбериңіз. Археология бөлімі. Вавилондағы ең бақытты жан. Керуеннің басында вавилондық саудагерлер қағаны Шарунада желіп келеді. Ол жарасымды киінгенді ұнатады. Сондықтан үстіндегісі көздің жауын алар әдемі де ыңғайлы киім. Ол әсем жылқыны жанындай жақсы көретіндіктен де астындағысы сүліктей жылтыраған арабы сәйгүлік. Оған қараған адам оның соншалықты екіде тартқан кісі екеніне сенбес еді. Сондай-ақ оны мазалаған ойды да байқамас. Шамнан бастау тартқан саяхат шөл дала арқылы сондай ұзақ әрі азапты болар ма? Бірақ оны мазалаған жол емес еді. Арабтың жабайы тайпалары керуенге бас салып, тегін байлықты талауы оны үрейлендіріп келе жатқан жоқ. Оның атты күзеті сондай мығым болатын. Оны мазалаған нәрсе Шамнан ертіп келе жатқан жанындағы бозбаланың жайы еді. Ол өзіне төленбестей қарыздар бұрынғы серіктесі Арат құланың немересі Қадан құла. Шарунада серіктесінің немересіне қамқор болуды өзіне міндет санайды. Бірақ неғұрлым көп ойлаған сайын, ол міндеті күрделі бола түсті. Өйткені мәселе бозбаланың өзінде болып тұр. Жас жігіттің жүзігі мен сырғасына қарап ол ішінен былай ойлайды. Ол әшекей жігіттің сәні деп ойлағанымен, келбеті атасының ерікті жүзінен аумайды екен. Бірақ атасы мынадай жарқын киімге әуес емес еді. Мұрадан қалған байлықты пышыратқан әкесінің қиранды өмірінен құтқарып, дербес ғұмырын бастауға бағыттау үшін мұны ертіп алған өзім едім. Енді не болар екен? Қадан құла үнсіздікті бұзып сөз бастады. Сен неге ылғи өзіңді азапқа салып, шөл даламен керуен тартасың? Неліктен өмірдің рахатын көруге құлқың жоқ? Өмірдің рахаты дейсің бе? Шарунада күлімсіреп, қайыра сұрады. Ал сен менің орнымда болсаң, өмірден қалай рахаттанар едің? Егер мен сен секілді алпауыт болсам, ханзада сияқты ғұмыр кешер едім. Мый қайнатқан шөл даланы кезуді ойламас едім. Шекел біткен әмияныма қалай тез келсе, солай тез жұмсар едім. Үстіме ең қымбат киім киіп, ең сирек әшекей тағынар едім. Осындай өмірді мен қуана сүрер едім. Екеуі де мәз болысты. Сенің атаң әшекей тағынған жан емес, деп Шарунада турасын айтты да әзіл ыңғайға көшті. Ал сен жұмысқа уақытты қайдан іздемексің? Жұмыс деген құлдыкі ғой, деді Қадан құла. Шарунада ернін тістеледі де ештеңе дей қоймады. Ол үндеместен төбенің басына шыққанша жүре берді. Төбе басында ол айғырының тізгінін тартып, созылып жатқан ойпатты нұсқады. Ана ойпатты қара. Анау, әрі керекте көрінген Вавилонның бекінісі, ең биік ғимарат, Валла тәуханасы. Көзің өткір болса, сен тіпті оның шатырындағы мәңгі алауды да көре аласың. Вавилон, әлемдегі ең бай, сол қаланы көруді аңсаған едім. Қадан құла, менің атама байлық қонған Вавилон ғой. Ол тірі болғанда, біздің әулетімізде осынша сор болмас еді. Өлгендер рухына шектеулі уақыттан тыс тірілерді аралауға болмайды. Әкең екеуің, онсыз да өз істеріңді жөнге салуға болар еді. Өкінішке орай, онда да, менде де ол іске қажет қабілет болмай тұр ғой. Әкем екеуміз қолымызға алтын шекел тартатындай құпияны білмейміз. Шарунада жауап берместен, айғырын тебініп қалды да төмен қарай желіп кетті. Оның соңынан түйдектеген шаңды көтеріп, керуен ілесті. Біраздан соң керуен суармалы алқап арқылы барып, оң тұсқа бұрылатын патша жолына түсті. Шарунаданың назарын жер жыртқан екі қарт аударды. Олардың жүзі бұған таныс болып көрінді. Таңғаларлық жайт. 40 жыл өткесінде соларды көру қызық екен. Бұған олардың сол кісілер екенін айнытпай танытатындай әлде бір түйсігі жәрдемдесті. Олардың бірі соқаның тұтқасын жай ғана ұстап тұр.
екіншісі өгіздерді күйбеңдеп таяқтап жүр. 40 жыл бұрын ол осы адамдарды осылайша көріп еді. Сол кезде олардың орнын басуға әзір болатын. Содан бері қалайша бәрі өзгеріп кетті десеңші. Ол Шам қаласынан алынған қымбат тауар артылған таңдаулы түйелер мен есектерден құралған керуенге мақтанышпен көз салды. Өйткені мұның бәрі оның байлығының аз ғана бөлшегі болатын. Ол шаруаларға нұсқады да былай деді: 40 жыл бұрынғы жерді әлі дәл солай жыртып жүр. Неге оларды 40 жыл бұрынғы шаруалар деп ойлайсың? Мен оларды бұрында осы жерден көргем. Оның басына сол кездегі көріністер біртіндеп келе бастады. Бұл неге өткен шақты жерлеп, осы шақпен ғұмыр кеше алмайды? Көз алдына арат құланың жымиған түрі келді. Өзіне ілесіп келе жатқан бозбалаға ойы қайта ойысты. Мына бір жеңіл байлыққа ұмтылған бозбала мен оның бағалы әшекейге қор болған саусақтарына бұл қалай қол ұшын берер екен? Ол еңбекке дайын адамға кез келген жұмыс тауып берер еді. Ал еңбектің басқаға ғана арналғанын пайымдайтын пендені қайтпек? Қалай болғанда да арат құланың құрметіне бірдеңе істеу керек қой. Ол екеуі кез келген істі соңына жеткізуге дағдыланған еді-ау. Кенет оның басына әлде бір жоспар сұлбасы келе қалды. Әрине, оны тиянақты жоспар деуге келмес. Бұл жоспар оның жанұясы мен өзінің абыройын соққыға тігетіндей, әрі қатал, әрі ауыр. Бірақ Шаруна да әрдайым да шешімді тез қабылдайтын. Бұл жолы да солай шешуді ұйғарды. Атаң мен екеуміздің пайдалы ісімізді қалай бастағанымыз жайлы тыңдағың келмей ме? Алтын шекелді қалай табу жайлы болса, әңгімені содан бастамайсың ба? Деді бозбала. Бозбаланың ескертпесіне құлақ аспаған күйі Шаруна да сөзін жалғады. Анау шаруалардан бастайын. Ол кезде мен сенен үлкен емес едім. Құлдар тобыры осы маңға жеткенде маған шынжырлаған Мегидо шаруа осы жер жыртушыларды кекетіп былай деді: ана жалқауларға қараңдар. Жерде тереңірек жыртудың орнына мыналар тырналап қана жүр. Ал анауысы тіпті өгіздерді атызға айдай алмауда. Жер жырта алмаса бұларда қандай егін болар екен? Сен немене, Мегидо өзіңе шынжырланған дедің бе? Қайран қала сұрады қадан құла. Иә, мойнымызда шынжырға байласқан қола-қарғы болатын. Оның қатарында қой ұрлаумен айналысатын Забода келеді. Онымен Харрунда танысқам. Құлдар тізбегінің соңында қарақшы байланған. Ол өз есімін айтпағасын солай атап кеттік. Кеудесінде өрілген қос жыланды көрген біздер оны әуелде теңізші деп ойладық. Құлдардың сабы осылай бір-біріне шынжырланған төрттіктен тұрды. Сендерді немене, құлдарша шынжырлады ма? Қадан құла сенімсіз сұрады. Саған атаң менің бір кезде құл болғанымды айтпады ма? Ол сен туралы жиі әңгімелейтін, бірақ бұл жөнінде айтқан емес. Оған нағыз құпия сырларымды сені бақтаратынмын. Саған да сенуге болатын сықылды. Әлде мен қателесіп тұрмын ба? Шаруна да бозбалаға қадала қарады. Сен менің тіс жармайтыныма сенуіңе болады. Менің бірақ мына сырыңнан есім танып тұр. Ал әңгімелеші, қалай құл болдың? Құлдықтан әркімде қашып құтылмауы мүмкін. Шаруна да иығын қиқаң еткізді. Мені отқа салған ойынхана мен арпа сыра ғой. Бәрі де менің бауырымнан басталды. Бір төбелесте ол жолдасын өлтіріп алды. Бауырымды сотпен өлім жазасынан құтқару үшін әкем мені өлген кісінің жесіріне кепілге берді. Бірақ ол мені кері қайтару үшін жеткілікті күміс бақыр таба алмады да жесір әйел мені ерегесіп құл базарына салып жіберді. Қандай абыройсыздық, қандай әділетсіздік еді. Қадан құла қынжыла айғай салды. Сонда құлдықтан қалай босадың? Оған асықпа, соңыра айтармын. Онанда саған одан әрі не болғанын әңгімелейін. Біз шаруаларға қатарласа келгенде олар бізге бақырая қарап қалды. Олардың бірі жұлма-жұлма қалпағын шешті де басын иіп айғайлады: Вавилонға қош келдіңдер, патша меймандары.
Патша ағзам сендерге кірпіш пен пияз сорпаны әзірлеп бекіністе күтуде. Қарақшы оған жындан айқайлап, ақыра бастады. Ақыры балағаттасып кетті. Патшаның бекіністе күтуін қалай түсінуге болады, деп сұрадым. Арқаң сөгілгенше бекініске кірпіш тасуға келе жатыр. Оған жеткізбей, ұрғылап өлтіруі де мүмкін. Ал мені ұруға батылдар жетпес. Мен бәрінде қырып тастаймын әлі. Осы жерде Мегидо араласты. Қожайынға өзін тыңдайтын әрі еңбек құлды сабап не керек? Еңбекшіл құлдарды қожайындар жаман көрмейді, оларға дұрыс қарайды. Кім барын салып жұмыс істегісі келеді? Әңгімеге Забода араласты. Ана дихандарға қара. Олар арқаларын босқа бүкірейтпес. Не болса да көріп алдық. Жалқаулықпен қарын тойдырмайсың. Мегидо қарсылығын білдірді. Егер күніге тиесілі жерді жыртсаң, кез келген қожайын оны бағалар. Ал оның жартысын жыртсаң, демек жалқау болғаның. Өз басым ерінбес едім. Еңбекті жақсы көремін. Әсіресе жақсы істелетін жұмысты. Еңбек ең қайырымды дос. Ол маған бәрін де берді. Жерді, сиырды, астықты. Қайда енді соның бәрі? Забода кекете сұрады. Дұрысы қулықпен бәрінде бос қалған жөн. Сен әлі көресің Забода не істейтінін. Бәрімізді бекініске айдағанда өзім шелекпен су тасып, жеңілдеу бірдеңе істермін. Ал сен еңбек қорсың ғой, арқаңды кірпішке тосасың онда, деді де ол қарқылдап күлді. Сол түні менің жаным түршікті, ұйқым келмеді. Жұрт ұйқыға бас қойғанда, мен Годозо айдауылға жақындадым. Ол әмияныңмен бірге өзіңді бауыздап салар қаншер араптардың бірінен еді. Годозо, айтшы, деп сыбырладым. Вавилонға жеткенде, бізді бекініс салуға сатпақ па? Мен қайдан білейін, деді сабырлы қалыппен. Неге түсінбейсің, дедім жалынышты түрмен. Мен жаспын, дұрыс өмір сүргім келеді. Жұмыстан зорғып, не тепкінің астында өлгім келмейді. Қайырымды қожайын қолына түсудің аз да болса мүмкіндігі бар ма? Мен саған бірдеңе айтайын, деді ол сыбырлап. Сен жақсы жігітсің. Годозоны азапқа салған жоқсың. Шамасы, әуелі біз құлбазарға баратын болармыз. Енді тыңдап ал. Алармандар келгенде сен өзіңнің жақсы жұмыскер екеніңді, қайырымды қожайынға қызмет етуді қалайтыныңды айта бер. Қайткенде де өзіңді біреудің сатып алуына қам жаса. Егер сатып алмаса, онда келесі күні кірпіш тасуға түсесің. Ол өте ауыр жұмыс. Ол жөніне кеткенде мен жылы құмға шалқамнан жата кетіп, жұлдыздарға қарадым да ертеңгі жұмыс туралы ойға баттым. Мегидоның айтқаны есіме түсті. Еңбек оның ең жақын досы болса, ол маған да дос бола алар ма екен? Сол кезде, егер мені мына жағдайдан құтқаратын болса, еңбекті жандос етуге даяр едім. Мегидо оянған кезде онымен түнгі хабарды сыбырлап бөлістім де, біз үшін үміт сәулесі жылт еткендей болды. Вавилонға қарай жүріп отырып, кешқұрым оның бекінісіне жеттік те, орнықсыз көпіршілер арқылы дуал үстінде әрлі-берлі. Жоғары төмен өрмелеген құмырсқадай қаптаған жұрт көзге түсті. Жақындай келе, әлгі адамдардың жұмысын көріп қайран қалдық. Біреулер бекіністі айнала апан қазып саз илеуде. Басқалары иленген балшықтан қалыпқа кірпіш құюда. Құлдардың негізгі бөлігі дайын кірпішті ауыр себеттермен бекіністің ең үстіндегі қалаушыларға тасуда. Айдауылдар қолапайсыз құлдарға айғай салып, жұмыс қарқынын бәсеңдеткендердің арқасына өгіз былғарысынан өрілген дойырды шықпыртуда. Ауыр жұмысқа шыдамай, тәлтіректеп барып, зорғып құлағандарды да көріп келеміз. Дойырдың соққысынан тұрмай қалғандарын қапталға итеріп, өз бетінше өлуге қалдыруда. Өлгендерін төмендегі өлексе толы жол жиегіне апарып лақтырып жатыр. Бұл масқара көріністі көргенде менің бойым дірілдеп сала берді. Құл базарда өтпей қалсам, мені не күтіп тұр екен? Годозоның айтқаны дұрыс болды. Бізді қала қақпасынан өткізіп,
құлдар түрмесіне апарды да келесі күні біз құл базардың шарбағында тұрдық. Көпшілігі қорыққаннан қалшылдап алға баспады. Оларды тек қана айдауыл дойырғаны саудагерлер көріп, бағалау үшін амалсыз жүргізді. Меггидо екеуміз өзімізге жақын келген әрбір аларманмен тіл қатысуға тырыстық. Қол сатушы патша күзетінің сарбаздарын ертіп келді де, оған шынжырлаулы қарақшыны беріп еді. Анау қарсыласып бақты да есесіне оны сілесінен қатыра соқты. Қарақшыны алып кеткенде оны қатты аядым. Меггидо көп ұзамай қоштасатынымызды сезді. Алармандар жоқ кезде ол еңбектен қашпауды айтып, мені азғырып болды. Бір қатары жұмысты иттің етінен жек көреді. Жұмыс олар үшін дұшпаннан да жаман. Оны керісінше дос етіп, жақсы көру керек. Жұмыстың ауыр жеңілдігі маңызсыз. Өзіңе әдемі үй салғанда, оның белдігінің де ауырлығы қажет емес қой. Сұлақ үшін балшық әзірлеуге де суды алыстан тасуға тура келеді. Егер өзіңе қайырымды қожайын тап келсе, айналайын. Оған барыңды салып қызмет етемін деп маған уәде бер. Оған сенің ісіңнің бәрі жақпауы мүмкін. Есте сақта, жақсы істелген жұмыстан әуелі өзің ләззат аласың, пайда табасың. Ол сенен адам қалыптастырады. Ол үнсіз қалды. Өйткені осы кезде оған әлде бір шаруа келді де, оны мұқият қарай бастады. Меггидо оның жері мен егіні жөнінде сұрастырды да, көп ұзамай шаруаны өзіне иліктірді. Құл сатушы мен оның бағасы турасында қызу саудаласу жүрді. Ақыры шаруа қойнынан қалың әмиянын алды да, Меггидо тез арада өзінің жаңа қожайынымен көзден таса болды. Түске дейін бірнеше құл саудаланды. Түстен кейін Годозо маған құл сатушының көңіл күйі онша еместігін, екінші күнге қалу не қайбыл деп хабарлады. Күн бата, қалған құлдарды патша алармандарынан өткізіп жібермек екен. Мен күдерізе бастағанымда. Шарбаққа семіз жайдары қалалық тұрғын келді де, арамызда наубайшы бар жоғын сұрастырды. Мен оған таяу барып, былай дедім. Жақсы наубайшыға басқа наубайшының іздеп не керек? Онан да жұмысқа талпынған, әрі қабілетті жанға өз білігіңді үйреткен оңай емес пе? Маған қарашы, мен жаспын, күшім жеткілікті, әрі еңбек сүйгішпін. Маған мүмкіндік бер. Қолымнан келсе, сенің әмияныңнан алтын мен күміс бақыр табуға барымды аямай қызмет етемін. Менің сөзім оның жүрегін қозғаса керек. Ол құл сатушыға мені саудаласуға беттеді. Анау болса, бұған дейін маған көз салмаса да, менің қабілетімді шешен тілмен баяндап, денсаулығымның жақсылығының, тәртібімнің әдептілігін айтып, бағамды асыра түсті. Мен өзімді қасапшыға сатылатын өгіздей сезіндім. Ақырында олар менің бақытыма орай алақандарын ұрғыласып, сауда келісімін жасады. Мен қожайымның соңынан Вавилондағы ең бақытты адам ретінде алшаң басып кете бардым. Жаңа мекенім маған ұнады. Қожайыным Нананаид маған ауладағы тас диірменге арпадан ұн тартуды, ошаққа отты қалай жағуды, балғатқан тойнанға күнжіт дәндерді үгуді үйретті. Тойнан, пирог. Маған жатын орынды астық сарайынан бөлді. Үй қызметіндегі суасты есімді қария күң әйел менің тамағымды аш қылмады. Ал мен оның ауыр жұмысына қолғабыс еттім. Сөйтіп қожайыныма шағынып, келешекте бостан болуыма қажет мұрсаттың туғандығын ұқтым. Нананаидтан қамыр илеу мен нан пісіруді үйретуді өтіндім. Ол менің өтінішімді аяқ асты етпестен наубай кәсібін үйретті, әрі менің соншалықты талпынысыма риза болды. Кейінірек ол үйреткен жайттарды әбден сіңірдім де, сосын балғатқан тойнан пісіру тәсілін үйрендім. Ақыры наубайханадағы бар жұмыс менің қолыма көшті. Қожайыным рахаттана демалатын болды. Бірақ оның мұнысын суасты күң жаратпай, басын шайқап жүрді. Жұмыссыздық жақсылыққа апармайды, деумен болды ол. Мен өзіме ерік құқығын сатып алу үшін қаржы табудың сәті түскенін сездім. Бір күні жұмыстың бәрін түске дейін бітірдім де, Нананаидтан бұдан былай түстен кейінгі уақытта басқа бір табысты жұмысқа рұқсат етуін сұрап, пайданы бөлісетінімізді айттым. Менің ойыма мынадай іс келген еді.
Неге көбірек тойнан пісіріп көшеге шығарып сатпасқа? Нананайттан сұрадым. Егерде мен түстен кейін наубайханадағы жұмысымды бітіргесін, саған қосымша 2 бақыр тапсам, сол қосалқы жұмыстан түсетін пайданы бөлісіп, өзім үшін адамға керек жарақ сатып алатындай болсам, сен үшін әділетті бола ма? Бұл әділетті, деп қостады ол. Мен оған балғатқан тойнан пісіріп сату жоспарымды айтқанымда, ол мұныма аса риза болды. Онда былай істейміз, деді ол. Сен 2 бал нанды 1 жез бақырға сатасың. Жартысын маған ұн мен бал және отын алуға бересің де, ал қалған жартысын екеуміз тең бөлісеміз. Мен мұндай жомарттыққа мәз болдым. Өйткені табыстың 1 шерегін мен өзіме қалдыратын мүмкіндікке иемін ғой. Сол түні мен өзіме тойнан салатын ыдыс жасаумен өте кеш жаттым. Нананайт маған көшеге киюге жарайтын өзінің ескі киімін берді де, суасты атты күң оны жамап жасқап жуып берді. Келесі күні мен молырақ балық атып тойнан пісірдім. Оның алтын түстес құрышы барынша тәбет тартып тұрды. Мен өз тауарымды мадақтаған күйі көше кезумен болдым. Басында тойнанға ешкімде назар салмады. Мен тіпті мазасыздана бастаған. Алайда кешке қарай жұрт ашықса керек, тойнанға бірінен соң бірі жармасты да, ыдысым босап қалды. Нананайт менің жетістігіме риза болып, үлесімді сол бойда санап берді. Мен сол кезде өзімнің жеке ақшамның пайда болғанына шексіз бақытты едім. Мегиддо, жақсы жұмыс істеген құлдың еңбегі қожайын көзінен таса болмайды, дегені дұрыс екен. Сол түні менің көңілімнің қозғаны болар, түн ортасына дейін көз ілмедім. Мен 1 жылда қанша қаржы табатынымды және құлдықтан құтылуға қанша жыл керектігін есептеп бас қатырдым. Күн сайын тойнан сата жүріп, мен өзіме тұрақты сатып алушы қалыптастырдым. Соның бірі басқа емес, сенің атаң Арат Құла болатын. Ол қаланың бір шетінен, екінші шетіне Қарақұла жетектеген есекке артқан кілемін сатып жүретін. Әдетте ол тойнаннан өзіне 2-ін, қолына 2-ін алатында, жеп болғанша менімен әңгіме бесетін. Бір күні ол менің есімнен шықпайтын бір нәрсе айтты. Сенің пісірген тойнаның маған сонша ұнамды. Қарағым, бірақ маған онан да ұнайтыны, оны сата білетінің. Болға білетін, сені құлдықтан құтқарады әлі. Ірі қалада құл болып, туысқаны мен достарынан айырылған, және өзінің бейшара халынан құтылуға асыққан мен байғұсқа бұл сөздің қалайша рух бергенін білсең ғой. Бірнеше ай бойы мен шиланыма жезбақыр толтырумен болдым. Ол кәдімгідей салмақтанып, сыңғырлақтарға лық тола бастады. Мегиддо айтқандай, еңбек шынында да менің нағыз досым болды. Мен бақытты едім, бірақ суастының уайымы тарқамады. Қожайын ойынханаға сонша көп ақшасын жұмсайтын болды. Мен одан қорқа бастадым. Бір күні Мегиддо досымды кездестіріп сонша қуандым. Ол 3 есекке артылған көкөністі базарға алып келген бет екен. Менде бәрі керемет, деді ол. Менің жұмысым ұнағасын қожайын мені құлдарға бақылаушы етті. Көрдің ғой, ол тіпті маған базарға сауда жасауға да сенетін болды. Жуырда менің жанұямды алдыртты. Жұмыс уайымды ұмыттырады. Ал бір күні маған ол бостандыққа шығып, өз шаруашылығымды сатып алуға жәрдем етеді әлі. Уақыт өтіп жатты. Бірақ Нананайт менің келгенімді асыға күтіп отыратын болды. Ол табысты жұлып алып, бақырды жалмажан санауға кірісетін болды. Енді ол менен алыс базарға барып, бұрынғыдан да көп тойнан сатуды талап етті. Маған жиірек қаланың қақпасынан шығып, дуал сыртындағы құл қараушыларға тауарымды сатуға тура келді. Мен сол бір масқара көріністі көргім келмес еді. Құл қараушылар тойнан алуға құмар болғасын, амалсыз баратын болдым. Бір күні себеттеріне кірпіштің толуын күтіп, иіріліп тұрған құлдар арасынан Забоданы көрдім. Ол қатты арықтапты, әрі бүкірейіп кеткен. Ал арқасы бишік дегеннен жара мен тартыққа толы еді. Мен оны аяп кеттім де, оған бір тойнаны ұсынып едім. Ол ашыққан айуандай жұлып алды да асап жіберді. Көзіндегі аңға тән ұшқынды көрдім де, ыдысыма солаймен жармаспай тұрғанда одан алыс кеттім. Сен неге сонша тыраштана еңбектенесің?
деп сұрады бір күні менен Аратқұла. Есіңде ме, Қадаңқұла, сол сұрақты сен де бүгін маған қойғансың. Мен оған бір кезде Мекидодан естігенімді айтып, еңбектің маған нағыз дос екенін жеткіздім. Қолдықтан босағанда сен не істемексің, деп сұрады ол. Саудагер болатын шығармын. Осы сәтте ол маған мен сенбейтіндей сырын ашты. Сен менің де қожайыныммен үлесті бөлісіп жүрген құл екенімді білесің бе? Тоқта! Қадаңқұла ызадан көздері от шашып, оның сөзін бөліп жіберді. Менің атамның абыройын төгетін өтірікті тыңдағым келмейді. Ол құл болған емес. Мен оны тауқыметтен құтылып, Шамның ең қадірлі адамдардың біріне айналғаны үшін құрметтедім. Қабақ шытпастан Шаруна да сөзін жалғады. Ал, сен, сол қадірлі кісінің немересі, қай қамырдан жарылғансың? Сен шындықпен бетпе-бет келердей мықтысың ба? Әлде жалған қиялдың тұтқынында болуды қалайсың ба? Қадаңқұла бойын тіктеді. Оның дауысы дірілдеп шықты. Менің атамды бәрі де жақсы көретін. Оның қылған қайырымды істерінде сан жоқ. Ашаршылық болғанда. Мысырда соның ақшасына астық сатып алынып, аш халыққа тарату үшін Шам қаласына соның ақшасына керуен жалдап әкелінбеді ме? Ал енді сен оның Вавилонда бейшара құл болды дейсің бе? Егер ол Вавилонда құл болғанда, нағыз бейшара болар еді. Бірақ ол өзінің мықтылығы арқасында Шамдағы алдыңғы қатарлы адамдарға қосылып, пірлері оны қолдап, құрмет пен абыройға бөленді ғой, деп Шаруна да жауап қайырды да сөзін жалғады. Аратқұла маған өзінің құл екенін айтып, бостандыққа ұмтылып жүргенін жеткізді. Ол үшін өзінде ақша жеткілікті екенін, бірақ одан әрі не істеу керектігін білмейтінін мойындады. Өйткені соңғы уақыттары оның ісі кері кете бастады. Енді өз қожайынның қамқорлығынан айырыламын ба деп қорқуда екен. Мен оның мұндай батылсыздығына қарсы болдым. Дүние шеті сенің қожайыныңа тіреліп тұрған жоқ. Өзіңді ерікті жандай сезініп, ерікті адамдай әрекет ет. Әуелі өзіңе не керектігін анықтап ал. Сосын соған қол жеткізуге барыңды сал. Ол менің шындықты тура айтып, қайрағаныма алғысын білдірді де өз жөніне кетті. Бір күні мен қала сыртына тағы шыққанымда, көзім үймелеген адамдарға түсті. Сұрастырсам, біреуі. Естімеп пе едің? Қарауылдың бірін өлтірген құлды ұстады. Бүгін оның арқасын өлгенше шықпыртады. Патшаның өзі бақылайды екен. Ежелгі Вавилон құлдарына тән әдеттер бізге ерсі және қисынсыз көрінуі мүмкін. Бірақ ол кездегі салт пен әдет заңға қатал бағындырылған еді. Мысалы, құлдың кез келген меншікке ие болуы мүмкін. Тіпті құлды да иеленуі ғажап емес. Бірақ ол өз қожайынның меншігіне жатпас еді. Құлдар емін-еркін ерікті әйелдерге үйленіп, одан туған бала ерікті болып саналады. Сол кезде қалалық саудагерлердің көпшілігі құлдар болатын. Олардың көпшілігі өз қожайындарына серіктес бола жүріп, ауқатты адамға айналды. Қолымдағы тойнан толы ыдысымнан қалың топты жарып көре алмағасын, бітпеген дуалға шығып бақыладым. Ол жерден маған, тіпті алтын күймелі Набукуданасыр патшаның өзін көру сәті түсті. Бұған дейін маған соншама ұлылық пен бай киешек көру мүмкін болмаған еді. Құл байғұстың шыңғырғанын естісем де, өлім жазасын көре алмадым. Бұған дейін мен адамның соншалықты жапа шегуіне неге жол берілетінін ұқпай келген едім. Бірақ патшаның айналасындағылармен емен жарқын әзілдескенін байқап, оның жүрегі соншалықты қатал екенін және бекіністегі құлдарға деген қаныпезерлікке патшаның өзі жол беріп отырғанына көзім жетті. Құлдың жаны шыққанда, оның мүрдесін аяғынан бағанаға іліп, жұрт назарына қойды. Жұрт одырап, сирегесін мен мүрдеге жақынырақ бардым. Оның жүнді төсінен, кеудесіндегі өрілген қос жыланның сұққылап салынған суретін көріп, қарақшыны таныдым. Аратқұламен келесіде кездескенімде, ол тіпті басқа адам болып көрінді. Ол мені көре сала, қуанышты жүзбен жармаса кетті. Саған таныс ана бір құл өз еркін алыпты. Сенің сөздерің айнымай келді де тұрды. Ал менің ісім алға басуда. Әйелім мәз болып жүр. Ол күң емес, ерікті ғой. Қожайынның немере қарындасы еді.
Зайыбым балаларымыздың тағдырына менің құлдық хикаямның әсері болмайтындай, құл болғанымды білмейтін басқа қалаға барып тұрғанымызды қалайды. Жұмыс менің ең жақын жәрдемшім болды. Ол бойыма күш бітіріп, өзіме деген нық сенім орнатты. Мен оған деген өз сөзімнің пайдаға жарағанына, және сол үшін аратқұла алғысқа бергісіз ризалық сезім білдіргеніне өзімді бақытты сезіндім. Бір күні кешқұрым, суасты маған көзін жасқа булап жетіп келді. Қожайының масқараға ұшырады. Қорқам. Бірнеше ай бұрын ол ойынханада көп ақшаға ұтылыпты. Ол шаруаларға астық пен балға ақы төлеуді қойыпты. Өсімгерде қарызын алмағасын, ол қожайынға тісін қайрап жүр. Оның ақмақтығы үшін біз неге қам жеуіміз керек, дедім мен ойланбастан. Біз оған әлдейші емеспіз ғой. Ақмақ, сен ештеңе ұғатын емессің ғой. Өсімгерге кепілзат ретінде саған деген меншік құқығын беріп жіберді. Заң бойынша ол сені сатып жібере алады. Не істейтінімізді білмеймін енді. Бірақ ол қайырымды қожайын ғой. Бұл масқаралық бізге қайдан тап болды екен? Суастының қам жеуі тегін болмай шықты. Ертеңіне мен наубайханада намыстырып жатқанымда, өсімгер Саси деген біреуді ертіп келе қалды. Анау маған қарады да менің еріп жүру керектігімді айтты. Өсімгер менің қожайымды күтпестен суастыға мені алып кететіндігін ескертті де, мені ертті де кетті. Менің наубайханадағы жұмысымды бітіртпестен бір жаққа алды да кетті. Өзіммен бірге үстімдегі бар киіммен белдігіме бекітілген шилан ғана. Менің арман мен үмітімнің құйын тигенде ұйқы тұйқысы шықты. Мені тағы да ойынхана мен арпасыра сұмдыққа ұшыратты. Саси топаста дөрекі біреу болып шықты. Ол мені көше бойлап ерткен бойы оған Нананаидада қандай жақсы жұмыс істегенімді айтып, оғанда өнімді еңбек ететінімді айтсам, оның жауабы мені есеңгіретіп жіберді. Маған да, менің қожайыныма да ондай жұмыстың қажеті жоқ. Патша өсімгерге қолға түскен құл біткенді үлкен суарна құрылысына салуға бұйырды. Сондықтан қожайын көбірек құл сатып алып, сол жұмысты тезірек бітіруді бұйырды. Сондай үлкен шаруаны қалайша тез бітіруді білмей, басым қатып жүр. Шөлдалан өсіп тұрған бір ағашсыз елестетші. Айнала толы тырбық бұта болса, ал құтыңдағы суды қайнатардай ыссы күн төбеңде күйдірердей. Енді таңнан кешке дейін терең ордан ауыр себетпен құм тасыған адамдар тізбегі, ширатылған күйі бір тынбайтын көріністі елестет. Тамақты бізге шошқаға құйғандай ортақ үлкен астаумен берді. Үстімізге құңқағар ретінде аспалы төбеде, астымызға төсер сабанда болмады. Ойда жоқта мен осындай жайтқа тап болдым. Мен әмиянымды жасырын бір жерге көмгеніммен, бірақ оны қайтадан қазып алатын мезет келе ме, жоқ па білмедім. Әуелі мен жұмысқа барымды салдым, бірақ ай артынан ай өте келе, менің жігерім мұқала бастады. Сосын мен жан ұшырған күй кештім. Тәбетім болмай, шөкімдей қой етіне аздаған көкөніс қосып, талға жау еттім. Түн болса ұйқы қашып, беймаза күй кешетін болдым. Мен енді заводаның қайткенде де бар күшін жұмыстан жалтаруға салатыны дұрыс па деп ойлай бастадым. Бірақ біздің соңғы кездескеніміз есіме түсіп, ол ойымның дұрыстығына күмән келтірдім. Дұрысы күресіп, жауыңды өлтірген жөн деп есептейтін Қарақшынды да есіме түсірдім. Алайда қаңсырап өлген оның күйі де ол уәждің дұрыстығын жоққа шығарды. Сосын Мегидоны еске алдым. Оның қолы ауыр жұмыстан қорбиып кеткен, бірақ оның жүрегі тыныш, ал жүзі қуаныштан бал-бұл жанды. Шамасы оның жоспары ең қолайлы болса керек. Бірақ жұмыс неге маған бақ пен шаттық сыйламайды? Неліктен маған өз жоспарым мен мақсаттарымды ұмытып, соңғы демім біткенше жұмыс істеуге тура келеді? Бұл сауалдарға менде жауап болмады. Жаным жай таппай сергелденге түстім. Бірнеше күннен соң, бойымдағы күшім сарқылғандай күй кешкенде де, мазалаған сұрақтарға жауап болмай жүргенде, Саси мені алдыртты. Бұрынғы қожайыным мені Вавилонға қайтаруды өтініпті. Мен әмиянымды қазып алдым да, үстіме қалған құтқан киімімді іле салып, жолға түстім.
Жол бойымен әрі-бері қаңбақша домалатқан құйын туралы ой есімнен кетпеді. Менің өмірім туған қалам Харрунда айтылатын әннің бір шумағын еске түсірді. Адамға құйын бас салар, қаңбақтай адам не байқар? Оның жолын кім білер? Мақсатын бізге кім айтар? Күнәсіз болсам да, күнәқардың жазасын неліктен тартып, тағдыр тәлкегіне түсемін. Алдымда тағы да басқа ауыртпалық пен тауқымет күтіп тұр ма екен? Белгісіз. Бұрынғы қожайынның үйіне таяп келгенде, мені күтіп тұрған арат құланы көргендегі таңданысымды айтып жеткізе алмаспын. Ол маған түйеден түсуме көмектесіп, бауырын көргендей құшақ жая ұмтылды. Біз екеуміз жолға шықтық. Мен құлға тән әдеппен одан қалыңқырап жүруге икемделіп едім. Ол мені құшақтады да, мен сені іздеп бар маңайды шарқ ұрдым. Енді үмітімді өсе бергенімде суасыны кезіктірдім. Ол өсімгер жөнінде айтқасын соған барып едім. Ол мені жаңа қожайыныңа сілтеді. Оны мен ұсақ саудаластым. Ақыры ол сен үшін маған қымбат ақы төлеттірді. Бірақ сен оған тұрасың. Өйткені сенің ақылың маған сәттілік әперді. Бұл ақыл менікі емес, Мегидонікі деп сөзін бөлдім. Ақыл екеуіңдікі, екеуіңе де рахмет. Қазір Шамға барамыз. Мен сенің маған серіктес болып іске үлес қосуыңды қалаймын. Сен қазірден бастап еріктісің. Осылай деді де, ол қойнынан саз бітікті шығарды. Онда өзінің мені сатып алғаны туралы жазылған екен. Ол саз жазбаны төбесінен асыра көтерді де, құлаштап тұрып тасқа соғып, быт-шыт етті. Онымен қоймай аяғымен мыжып, жазбалы кірпішті ұнтап жүр. Менің көзіме алғыстың орнына жас үйірілді. Осы сәтте мен өзімді Вавилондағы ең бақытты адам екенімді ұқтым. Сонда да, мен үшін ең ауыр кезде де, еңбек менің ең жақын досым болып қалды. Менің жұмысқа деген құлшынысым бекініс құрылысына сатылған құлға тән тағдырдан құтқарды. Ол сенің атаңа менімен бірге еңбек етуге таңдау жасатты. Сонда жұмыс менің атама алтын шекелге барар жолды ашқан құпия кілт болғаны ма? Деп сұрады Қадаңқұла. Мен оны кездестіргенімде, онда басқа кілт болған емес, деп жауап берді Шарунада. Сенің атаң еңбекқор болатын. Мен бір нәрсені ұққандаймын, ойлана сөйледі Қадаңқұла. Оның еңбек сүйгіштігі оған достарды кезіктіріп, табыс әкелді. Ол еңбегінің арқасында Шамдағы абыройлы адам болған екен. Оған байлық сіңірген еңбек болды. Ал мен жұмысты тек қана құлдардың сыбағасы деп ойлап келгем. Өмірде рақаттың түр-түрі бар, деді Шарунада. Және әр қайсысының өз сәті бар. Мен жұмыстың тек қана құлдардың сыбағасы еместігіне қуанамын. Егер олай болмағанда, мен ең үлкен рақаттан ада болар едім. Өмірде маған ұнайтын нәрсе көп, бірақ бәрінен бұрын жұмыс ұнайды. Шарунада мен Қадаңқұла Вавилонның дуалының көлеңкесінде келе жатып, оның аса ауыр қола қақпасына қарай беттеді. Олар жақындағанда, күзетшілер орындарынан ұшып түрегелді. Құрметті меймандарға ибалы сәлем берді. Шарунада басын қақши тастаған күйі шұбатылған ұзын керуенді қалаға өткізіп, көше қолай бастап кетті. Мен әрқашанда атама ұқсағым келетін, деп оған Қадаңқұла ішкі сырын мойындады. Бірақ оның қандай болғанын бұрын білмеп едім. Сен менің көзімді аштың. Енді мен оны бұрынғыдан да бетер жақсы көремін. Мен бұрынғыдан да бетер оған ұқсағым келеді. Сәттілікке жеткізетін нағыз кілтті бергенің үшін мен саған ешқашанда оның ақысын төлей алмаспын. Мен енді оны ылғи да пайдаға асыратын болам. Менің ісімнің басы да атам ісінде елеусіз болар, бірақ мен асыл тас пен сәнді киімді емес, сенен алған жаңа ілімді мақтан етермін. Осы сөздерін айтып, Қадаңқұла құлағындағы асыл тасты сырғасы мен саусағындағы бағалы жүзігін алды. Сосын атын тебініп қалды да керуен басының соңынан шаба жөнелді. Кітапты орысшадан аударған Серік Әбдірешұлы Ерғали.